Назарбаев зияткерлік мектебінің 2021 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда мен Назарбаев университетінің 2-ші курс студентімін. Менің мамандығым халықаралық қатынастар және саясаттану ғылымдары. Бүгінгі самғау түлектер форумында өзімнің университеттерге тапсырғандағы тәжірибемен бөлістім. НАЭС мен үшін үлкен отбасы, яғни бұл жақта мен алдағы өмірге дамыту үшін керек дағдыларды бойыма сіңіріп, керемет қасиеттерді. Я выпускница НИШа 2020 года. Сейчас я студентка 3-го курса Дрексельского университета в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США. Сегодня я пришла сюда, чтобы поделиться своим опытом, встретиться с выпускниками, встретиться с учителями и просто рассказать про учебу в США. Бүгін мектепке мен түлектердің форумына және де оқушыларға осы Венгриядағы стипендиялық программа туралы бөлісуге, тәжірибемен бөлісуге келдім оқушыларға. Олар өздерінің қызықтырған сұрақтарын қойып, кеңестер алды. Қазақстандық бір компанияны таңдап алып, соның логистикалық сферасына анализ жасап жатырмын. Яғни оның жақсы тұстарын немесе әлсіз тұстарын барлығын сараптамадан өткізіп, оларға мысалы мәселелері болса шешу жолдарын ұсынып, сол дипломдық жұмысым арқылы осы біздің сол саланы дамытуға кішкене болса да үлесімді қосқым келді. Наверное, есть такой большой вопрос, почему выпускники возвращаются каждый раз, несмотря на то, что вот я сейчас на 4-м курсе, с моего выпуска прошло уже 3,5 года. Почему я продолжаю посещать эту школу, выделяя на это время? Наверное, ответ простой. Мы считаем своими первыми альма-матер, то есть нашим вот родным университетом, не университет, а именно школу НИШ. Почему? Потому что две причины на это. Первое. Школа дала нам базовые знания, базовые скиллы. То есть мы все признаем, что без этой школы, наверное, мы бы не достигли того, чего достигли сейчас. Мы пришли в университет подготовленными, готовые, так скажем, покорять разные горы, просто потому что мы обучились в НИШе и получили все эти знания. Рада, что такие инициативы происходят, и я еще была рада увидеться со своими друзьями и учителями, поэтому все круто.